Бір көпес керуен тартып Үндістанға бармақшы болады. Оның білгіш тоты құсы бар еді. Сапарға шығар алдында құсқа келіп: Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Әй тотым, мен үнді жеріне бара жатырмын. Ол жақ сенің отаның ғой. Не сәлемдемең бар, айт, жеткізейін. Не қалайсың? Әкелейін, деді. Тоты қыз сонда бүйдеді: қожайын, менің туған жеріме барсаңыз, ну орманға соғыңыз. Сол жерден мен сияқты құстарды көресіз. Оларға менің мына сәлемімді жеткізіңіз. Оларды сағындым. Жете алмай, тар қапаста қайғырып отырмын. Оларды есімнен бір сәтте шығармадым. Осы қайғыдан қайтсем арыламын. Сол құстардың ішінде менің алақанатты сүйіктім бар. Бір заманда ол екеуміз Ләйлә мен Мәжнүндей болған едік. Сол есіме түссе, сағыныштан жылай беремін. Сүйіктім менің хабарымды білген соң, мені есіне алсын, деді. Көпес жолға шықты. Бірнеше күн дегенде үнді жеріне жетті. Саудасын жасап болған соң еліне қайтпақшы болды. Кенет есіне тоты құстың аманаты түсті. Ол орманға келді. Қараса, ағаш бұтағында неше түрлі тоты құс қонақтап отыр екен. Сірә осыларға айтып көрейін, мүмкін туысы табылып қалар деп ойлады көпес. Сөйтті де тоты құстың сәлемін жеткізді. Ол әңгімесін айтып біте берген кезде ағашта қонақтап отырған тоты құстардың бірі шыңғырып жібереді. Артынша есінен танып, жерге құлап түседі. Көпес шошып кетеді. Қапыда бір құстың өліміне қалдым-ау деп өзін кінәлайды. Тоты құстың сәлемін бекер айттым деп өзіне кейиді. Үйіне оралған соң, тоты құсы одан: мырзам, менің өтінішімді орындадыңыз ба деп сұрайды. Орындауын орындадым ғой, бірақ соған өкініп қалдым. Айтқаным сол еді. Құстардың бірі қатты шыңғырып есінен танып құлады. Сол құлағаннан есін жимады. Бейшара құстың өліміне себеп болдым, деді көпес мұңайып. Оқиғаны баяндағаны сол еді. Үйіндегі тоты құс та жан шошырлық дауыспен шыңғырып жіберді. Артынша аяқ-қолы серейіп, тордың түбіне құлап түсті. Көпес қайғы үстіне қайғы жамады. Күйген ауыз үрлеп ішпейтін бе еді. Бұл не қылғаным, бекер айттым. Енді өз тоты құсымның ажалына себеп болдым деп шашын жұлды. Неге тастап кеттің, қайран құсым-ау, деп жылай берді. Осылайша көпес күні бойы жылап сықтаумен болды. Кешке ғана көз жасы құрғап, жазмышқа көндіккендей болды. Торды құшақтап далаға алып шықты. Жерді қазып, тоты құсын көмбек болды. Тордың есігін ашып, тоты құсын жерге ақырын қойғаны сол еді. Құс заматта көзін ашты да, пыр етіп ұшып көкке көтерілді. Көпес сасып қалды. Мұндай қулық қалайша ойыңа келді? Сонда менен сәлем жолдағанда тордан құтылудың жолын сұрадың ба, деді. Я, қожайын, сен маған бауырларымның сәлемін жеткіздің. Олар маған әдемі дауыспен сайрауды доғар. Дауысың әдемі болған сайын қапасыңда берік болады. Тордан құтылғың келсе, өлместен бұрын өліп үйрен, деп кеңес айтты. Қош бол, қожайын, сенің арқанда еркіндікке шыққанымды ешқашан ұмытпаймын, деді де құс ұша жөнелді. Адам да тоты құс сияқты нәпсінің торына қамалып қапаста отыр. Азат болғың келсе, тоты құс сияқты өлместен бұрын өліп үйрен. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.